Ау жүйріктеп шығарғасын жүрсін анық. Білекті біздер келдік бір сыбанып. Атамыздың жолымен сол баяғы ат биеден анадан тусын алып. Анадан алып болып тумасақта ақын болдық жүректен жыр шығарып. Ендеше кеше түскен келіншектей қысылалық несіне қымсыналық. Кім келсе де дәл бүгін айтсармын қыр желкемді кетпесе қырсық алып. Ақында бір ақшабыл сияқты ғой жүрген жерден жүретін гүл шығарып. Намысымды қорғарда онда менің найзағайым жарқылдап тұрсын анық. Көбесінен сөгілген көк аспандай көңіліңді кетейін бір суарып ай. Ау қысқайт деген хабарлар санада тұр. Мен болдым ба жаныңда бала батыр. Жан-жақтағы халайық көбейгенмен ақындарды азайып бара жатыр. Аманбысың маржаным еш жаныма, жақсылап айтсайық кеш жаныма. Кейкінің нақты ұрпағы өзің едің, басқа қанды қоспаған еш қанына. Осы айтыста шықсам деп ойлап едім Құдайдың мыңда шүкір қосқанына. Мұхтарының сөйлесе сұйылмадау, ел жұртыңның езуі жиылмадау. Айбекпенен айқасып жаңа ғана, жалындатты сөз соңында түйіндалау. Одан кейін маржанға салық қойды, ойымдадау бүгінде миымдадау. Кілең бір декандар мен директорлер маған бір момын байғұс бұйырмадау ай. Ау мәке не болып жатыр мектебіңіз? Қуаныш қой осылай жеткеніңіз. Айтыстың арқасында шүкір міне көгердіңіз апатай көктедіңіз. Жақсылап тартымды айтыс жасайықшы, белгілі болашақпен өткеніміз. Інім деп аямаңыз мына мені, дегендей таяғымды жек көріңіз. Келгенше жүгіңізді көтеріп өм, сөзімді көтермейді деп бедіңіз ай. Мұсылман боламыз ғой Құранды ұқсақ, сізді шағып қайтайын жылан құқсап. Кейкінің нақты ұрпағы дедім жаңа, руыңызды сұрасақ құлан қыпшақ. Құлан құсап бір өзің жортып кетпей, қасыңа құлыныңды сыңар қыпшап ай. Бұлай қыз қазағымның әні дермін, мәңгілік маңдайдағы бағы дермін. Бойымда батырғаны тулап қалқым алдыңа, қорытындыда тағы келдім ай. Қатарға дей алмаймын қосам сені, бұл Мұхтар бәрінен де асам деді. Жолдасын жау қолына қалдырмайтын, әкпемнің бауырыңа басам сені. Ұшырған сұңқарларын қыран мынау, демеймін ойыңда бір күмән бар-ау. Өңкей бұзып жандармен шығарғанда, бойыңда жан білмейтін кінәң бар-ау ай. Мұхтардың мықтылығын-ау байқа дедім, ұлы боп жүр бүгін қалқым байтақ елдің. Батыр бабам тойында кейкі жайлы, келеді айта бергім ай. Шығуда шер боп қатқан-ау шемендері,
тарихыңыз қозғалды тереңдегі, кенемен кейкілерді асыл қалқым, іштарлық сатқындық кеп көгендеді. Өздеріңнің болмағанда махаббатың туған елге еркейкі келер меді? Эрмитаждың төрінде қайранбастар елге қашан жетем деп елеңдеді. Батырдың басы бүгін елге келсе, бірінші елбасының көп еңбегі. Шүкірлік елге басы жетті ғой деп, ер өлмейді деп ел жұрты елеңдеді. Дамылдап өз жерінде жатсын кейкі, даламның дара туған кемеңгері. Азайған елдің рухын жаңалап келген бабам-ай, қасіретін жүрекпен жаралап келген бабам-ай, аяғы жоқ, қолы жоқ, думалап келген бабам-ай, баяны жоқ, соры көп, азынап жатқан далам-ай, ел жұртқа осы жағдайды жалғастыр Мұхтар балам-ай. Ау, болмайды бабаңды бір тербеп өтпей, болмайды ақ бөкендей желдеп өтпей, қысқа тартысып айтысайық, ұзағынан толғатып термелетпей. Бабаң жайлы толғанып жақсы айттың ғой, дүние деген әпке дөңгелек қой. Кешегі Лениндердің саясаты тасымды қойды өрге дөңгелетпей. Бабамның басы бірақ жерге жетті, ал оның денесі қал жерге жетпей. Көріңде өкіргір деп қарғар едім, бірақ Ленин байғұста көрде жоқ қой. Ау, не қылайын өзіңді қырсықтырып, адамды құшақтайсың шымшып тұрып. Алпамсадай, маржандай апам менің, Мұхтарды елестеттің шымшық қылып. Бауырыма басам деп отырсыз ғой, әрине жібермейм деп тұмсық құрып. Бауырыма басам деп абайсыз да өлтіріп алмаңызшы тұншықтырып. Сөйлемесек сахнада ерте дейміз, жаныңа қайран әпке ентелейміз. Көптен бері көрінбей кеткеннен соң, өздеріңе әпкетай еркелейміз. Бойдағы тектілікті тонатпапсың, арзан қалжың өлеңге қолартпапсың. Көптен бері сағынып жүрем сізді, жүрісін аға бекерге оралтпапсың. Баяғы сол 4-5 жылғы баяғы сол маржан ғой, салмақтан басқа нәрсе жоғалтпапсың. Жатсамда өзім құлап сен тұр деймін, бауырыма басқанда өлтірмеймін. Әнелердің ойлағам абыройын, мен сені ешқашанда өлтірмеймін. Ойлағам азаматтың абыройын, жаманат бауырларға келтірмеймін. Қырсығып еш адамның бағаспайды, бұл маржан ешкім менен таласпайды. Өзің айтқан Алпамсадай апаңызға сөз сөйлеу қысқа жараспайды. Жетті мұнау елдің нарлығына, заманның қарамадың тарлығына. Арқалық бүгін тағы алға шықтың, патшаның рухани жарлығында. Арқалық
баласын бір адамдар басқара алмас. Бабаның басын қалқым алдыруда, арқалық бүгін тағы алға шығып, торғайым бірінші боп жаңғыруда. Демеймін, сен боп мен боп бөлінбедім, қашанда қазағымды елім дедім. Өңкей кейкі туатын батырдай ғып, құрсағы құтты екен ғой келіндердің. Қырандай ұлдар ылғи туады екен, торғай деп аталған мен өңірлерің. Демеңдер маржан жырмен мұң айтады, үмітіңді жағып қалқын тың айтады. Бабаның басы келген арқалыққа, облыс келмейді деп кім айтады? Арқалықтың ел жұрты тыңдасын Мұхтар мені де. Арқалықтың ел жұрты тыңдасын Мұхтар сені де. Бабаның басы келген күн, шыққанмын қалқым еліңе. Ұл қызың тартып тегіне, кешегі бабаларындай шуағын шашым көгіме. Облыс болып арқалық қуанғанда нарқалық, шашуымды арқалап шығайын менде төріңе. Ау, етіктің майлағандай бұлғарысын, ел үшін жарқырайды қылғанысың. Осындай қарындасы болмағанда, кейкілердің қуады кім намысын. Арқалықты сен айтсаң, мен де айтайын, бұнда жатқан, бұнда тұрған халықтың тұлғалысын. Абырайды тудырған аймақ қой бұл, білімменен салатын сынға күшін. Кешегі ахаңдар мен жахаң мекені ахаңдар мен жахаңдардың, соларменен биіксің, тұлғалысың. Осы жерде туылған азаматтар кеше Алашорда үкіметін құрғанышын. Облыс болса болар Маржан әпке, жағдайлар өзгереді-ау мұндағышын. Алталашың қарыздар торғайыма, осындай тұлғаларды туған үшін. Бүлкілдеп тұр қазақы қан тамыры, әлде де сенім жұртым артадыры. Арды ойлайтын азамат аман болсын, бәрінен қымбат болмай қалтағыны. Екінші рет келсемде бұл аймаққа, ойланбай ойларымды айтамыры. Қазақстан орындық дейтін болсақ, арқалық болар соның арқалығы. Шалқамыздан түсермек шалқайғанда, осындай жұрт болмаса дарқаныры. Әпкетай, өзің жайлы ой толғаймын, қанша уақыт айтсам да шайқалмаймын. Бірақ сізге отырмын қатты айта алмай, үлкенді сөксем кейін жайқалмаймын. Сондықтан да сәлем айт ауылыңа, қалайша жақсының көп байқалмаймын. Сөз соңында қол алып қоштасайын, көтеріп кетемін деп айта алмаймын. Қалмайтын айтыскерлер жағы болсын, қазақ дейтін халықтың бағы болсын. Мен айтысқа шығармын, мен шықпаспын, жастардың қайда жүрсе жолы болсын. Қайда жүрсең жастарды сүйреп тұрсың, бір терінің пұшпағын илеп тұрсың. Осы күні Шымкентте байқап тұрмын, бір өнердің мектебін билеп тұрсың. Жүзің толған мейірім шуағы екен, не деген мейірімді директорсың айқаяғы.